Ет дегенде бет бар ма деп жолдасым бүгін жұмыстың арасында заказ берген етін әкеліп тастап кетті. Ол кісі жұмыста болғаннан кейін етті өзіме реттеуге тура келді. Жылқының еті тайдың еті екен, өте сеп-семіз бөліктерге бөліп, асуға, қуыруға, сорпаға, пакеттерге салып дайындап қойдым. Өкпе бауырын, жүрегін қуырдаққа және осындай керемет қартаста болды. Енді қазының етін дайындауға кірістім. Үнемі жолдасым дайындайтын болғаннан кейін видеозвонокпенен шығып отырып, бұрышын, чесногының мөлшерін сұрап алдым. Қазының еті дайын болғанша етті майдалап турап, 5 килограмм фаршты өлшеп пакеттерге салып қойып қойдым. Енді қазыны тууға кірістім. Бұл жолы маған көмекке ұлым келді. Ұлым қазының аузын байласып, видеоға түсіріп маған көмектесті. Тайдың еті болғаннан кейін ішегі сәл жіңішке екен, бірақ сонда да сүп-сүйкімді 2 қазы тығып алдым. Сіздерге қай өңірдің етін жеген ұнайды? Комментария жазып, лайк басып, парақшама тіркеліңіз.